Телефон мен әлеуметтік желіні үлкендерден жақсы білетін көрермен. Үй тапсырмасы бойынша ата-анасынан көмек сұрайтын көрермен. Wi-Fi-дің паролін алғанға дейін тыныссыз болатын көрермен. Кеш жарық, эфирде балақай бағдарламасы. Еліміздің талантты балақайлармен жақынырақ танысатын жоба. Ендеше бастайық. Айзере, сен қандай ертегілерді білесің? Біз әке екеуміз дәрігерге барып келеміз. Сендер үйде отыра тұрыңдар. Жоқ, ондай емес. Кәдімгі оқыған, естіген. Білемін. Мысалы, қызыл телпек. Қызыл телпекке сенбеймін. Кім әжесіне бәліш апарады? Керісінше, балалар әжесіне бәліш жеуге барады емес пе? Я, солай екен ғой. Ал жетілақ туралы не айтар екенсің? Міне, лақтардың анасы сүтке етеді. Бірақ ешкінің өз сүті бар емес пе? Сен сенбейтін болсаң, мен сенемін. Мысалы, ұйқыдағы ару таңғы уақытта сабаққа барғысы келмеген қыз. Ол ғана емес, оны түскен кинофильмдер тізімі алпамыстай күн санап өсіп келеді. Студиямыздың қонағы Ақылбай Раяна, қарсы алайық. Раяна, киноға түскен алғаш сәтің есіңде ме? Қорықтың ба әлде керісінше қызық болды ма? Әр киноның өзінің ерекшелігі бар. Мысалы, камера мен түседі, мен камераны түсемін. Сондықтан мен камерадан ешқашан қорықпаймын. Керемет жауап. Раяна, сен «Періште» фильмінде басты рөл ойнадың. Қандай кейіпкерді сомдадың? Саған ұқсай ма, әлде мүлде бөлек пе? Мен «Періште» фильмінде басты рөлде ойнадым. Ол кейіпкер менен мүлдем бөлек. Сабақ пен түсірілімге қалай үлгересің? Түске дейін сабақта боламын, ал түстен кейін түсірілімде боламын. Екеуінде алып жүруге тырысамын. Керемет. Мектепте немесе үйде актерлік шеберлігіңді пайдаланатын сәт бола ма? Мектепте де, үйде де актер шеберлігімді пайдаланбаймын, тек қана съемкада ғана пайдаланамын. Мектепте айтып қалдық қой. Менің түсінбейтін, неге мектепте жігіт сұлтаны қызсын дейді. Қыздар сынға түсіп, жігіттер неге сұлтан болу керек? Ойландыратын сұрақ екен. Шешімін таптың. Сен күз аруына қатыссам болады. Неге еңбек пәнінде? Тоқта, не айтарын түсіндім. Неге еңбек пәнінде қыздар тамақ істеу керек? Дәл таптың, неге? Енді қыздар тамақ істемесе, еңбек пәнінің апайы не жейді? Түсінбеймін. Осы орайда Раянаның пікірін сұрап көрейік. Дәл қазір біз сөйлемді бастаймыз, ал Раяна сол сөйлемді аяқтауы керек. Раяна, дайынсың ба? Ендеше бастайық. Мен түскен ең күлкілі кино. Көкем. Мен көп сыйақы алған кино. Періште. Қанша? 3 тал. Менің ең қатты ұялған сәтім. Шөп жасата. Жақсы актриса болу үшін Білімді және өнерлі болу керек. Анамнан жиі еститін сөз. Анамнан жиі еститін сөз. Текстіңді жаттайық. Керемет жауап екен. Әкем мені еркелетіп, Әлемдегі ең сұлу қыз тек қана менде ана бар. Ата-ана мені әрқашан Мені жақсы көреді, қолдайды. балақай бағдарламасы. Супер! Ал сіздер келісесіздер ма? Раяна біздің әріптес екенін білесің бе? Білемін. Ол Балапан Лайф бағдарламасының жас тілшісі қызық әрі танымдық сюжеттер әзірлеп жүр. Ендеше тізгінді Раянаға беріп көрсек. Керемет идея. Раяна, сен келісесің бе? Иә. Ендеше бастайық. Бүгінгі біздің балақай бағдарламамыздың қонағы Арман Теңді, қошеметтеріңіз!
Алдабай, Айзере! Біздің кезекті ойынымыз мұрын батыл деп аталады. Яғни, бір түтікшені алып, мұрнымызға қойып, бөтелкеге салуымыз керекпіз. Кім көп түтікшені салады, сол жеңімпаз. Түсінікті ме? Я, Ендеше бастайық. Дайынсың ба? деймін. Дайынсың ба? Иә. Ендеше бастайық. Бізде жеңімпаз Раяна. Дуғыл шапалақ. Достар, міне біздің бағдарламамыз мәресіне келіп жетті. Балақайдың келесі қонағы кім болғанын қалайсың? Біздің парақшаға жаза кет. Бүгінгі қонағымызға келіп, сұхбат берген үшін көп рахмет айтамыз. Қонақта болған ақылбай Раяна, шапалақтарыңыз.